тахикардия, жүрек соғуының қалыптыдан көп болуы. Саламатсыздар ма, құрметті YouTube көрермендер? Бүгінгі видеода не себепті жүрек тез соғады, қалай емдеуге болады деген сұрақтарыңызға жауап беремін. Жүрек соғуы негізінде қалыптыда 60-90 рет соғады. Бұл қалыпты жағдай. Негізінде бұл жасқа байланысты. Яғни жаңа туған шақалақтарда жүрек соғуы 120-дан 160-ға дейін болуы бұл қалыпты жағдай. Үлкейген сайын бұл ересек адамдық өмірге келген сайын бұл жүрек соғу жиілігі 60-90 ретке дейін төмендейді. Жалпы айтқанда, қалыпты жағдайда да адамда тахикардия болуы мүмкін. Патологиялық жағдайда да адамда тахикардия болуы мүмкін. Мұны қалай ажыратамыз? Жүректің тез соғуы спортпен айналысу кезінде, ауа райыға байланысты, стресстік жағдайларға байланысты, кофе ішкенде, кола, пепси, жалпы құрамында кофеині бар заттарды пайдаланғанда, әсіресе жиі энергетик ішетін адамдарда, немесе артық шектен тыс тамақтанған кезде, спиртті ішімдіктер ішкен уақытта, немесе темекі шеккенде және кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдағанда сізде уақытша тахикардия, жүректің тез соғуы мазалауы мүмкін. Бірақ мұндай қалыптан тыс жағдайлар жиі қайталану нәтижесінде, мысалы, сіз темекі шегесіз, жиі қабылдайсыз, күнделікті жиі темекі үзбей қабылдайсыз, және де оған қоса алкогольді ішімдіктерді қабылдайсыз. Бұл жиі қайталана берсе, осының нәтижесінде сізде үнемі тахикардия болып жүруі мүмкін. Бұл жағдай сізде инфаркт, инсульт сияқты жүрек қан тамыр ауруларына бейім болып келесіз. Бейімділікті арттырады. Сол себепті мұндай қалыптан тыс жағдайларды жиі ескеріп, егер сізде осындай денсаулығыңызда тахикардия, басқа да қосымша белгі пайда болып жатса, мұндай зиянды әдеттерді, егер сізге өміріңіз қымбат болса, тоқтату қажет. Патологиялық тахикардия, яғни қандай жағдайларда, қандай ауруларда сізде жүрегіңіз қалыптан көп соғатын болса, бұл патологияға жатады, және қандай ауруларда жиі кездеседі, сол туралы сөйлесеміз. Бірінші себеп невроз, панический атака, психоэмоционалды стресс кездерінде сізде жиі тахикардия мазалайды. Екінші себеп анемия кезінде. Яғни анемия кезінде гемоглобин деңгейі төмендейді. Яғни гемоглобин бізде оттегін тасымалдайды. Оттегі тасымалдау азаю нәтижесінде ағзада гипоксия дамиды. Сол себепті ағзада компенсаторлы механизм іске қосылады. Жүрек тіндерге, ағзаларға оттегіні тезірек жеткізіп беру үшін алдыңғыдан, қалыптыдан тез жұмыс жасайды. Яғни тез соғады. Міне сол себепті, егер сізде басқа да ешқандай ауруыңыз болмаса, жалпы себепсізден себепсіз тахикардия болып жүрсеңіз, міндетті түрде өзіңіздің сізде қандай анемия түрі бар, анемияны емдеп алсаңыз, сізде тахикардияның белгілері де жойылады. Жүрек қалыптыда жұмыс істейтін болады. Тахикардияның кейінгі себебі болуы мүмкін, бұл жүрек қан тамыр аурулары. Оның ішінде кез келгені, қалыңшалы фибрилляциясы, гипертония, яғни артериялық қан қысымының жоғарылап жүруі, немесе стенокардия, жүректің ишемиялық аурулары, немесе созылмалы жүрек жеткіліксіздігі де осы сізде тахикардияның дамуына себеп болады. Кейінгі себеп қалқанша без аурулары кезінде де жүрек соғу жиілігі өзгереді, тахикардия дамиды. Және де жүректің жиі соғуына, тез соғуына кейінгі себеп бола алады, бұл сіздегі артық салмақ, яғни семіздік. Жүрек бұл бізде денеге қанды насос сияқты жеткізіп беретін орган болып есептеледі. Ал сізде салмақ артқан сайын, сіздің ағзаңызға қанда, оттегі де алдыңғыдан көбірек қажет болады. Соған үлгеру үшін жүрек жиі соға бастайды. Оған қоса сізде осындай артық салмақ дамыса, семіздік болатын болса, бұл жалпы тахикардиядан бөлек әртүрлі сізде патологиялар дамып бастайды. Яғни артериялық гипертензия, қан қысымы жиі көтеруі, тыныстың тарылуы, және де тыныс алу сізде қиындап, көбіне ентігіп жүресіз, және де әртүрлі гормоналды өзгерістер пайда болады. Мұның бәрі жүрекке қосымша салмақ болады.
сол себепті жүрек тез соға бастайды. Жалпы бұл кезде сіз салмақты аздап түсірсеңіз, жүрек соғысы жеңілдеп, соғуы баяулай бастайды. Кейінгі себеп, тахикардияға кейінгі себеп бола алады. Бұл сізде өзіңізде басқа да ауруларыңызды емдеу мақсатында қолданып жүрген дәрі-дәрмектердің жанама әсері нәтижесінде сізде тахикардия дамуы мүмкін. Бұған мысал ретінде бронхиалды астмада қолданылатын дәрілер сізде тахикардияны шақырады. Диагностика қалай жасалады? Жалпы негізгі диагностика бұл кезде ең бірінші ЭКГ. ЭКГ арқылы сіздегі тахикардияны анықтауға болады. Қажет болған жағдайларда холтер мониторингі жүргізіледі. Негізгі ем осы себепке байланысты ем жүргізіледі. Яғни сізде анемия себепті осы тахикардия дамыса анемия емделеді. Қалқанша безі аурулары кезінде қалқанша безіне байланысты ем тағайындалады. Немесе осындай жүрек ишемиялық аурулары, жүрек қан тамыр жүйесіндегі патологиялар болса, соған қарсы ем тағайындаса, сіздегі тахикардия қалыпқа келеді. Бүгінгі видеодан түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийге жазып кеттіңіз. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға подписаться болып қоюды ұмытпаңыз. Кейін де осы видеода бұдан да қажетті ақпараттар шығаруға уәде беремін. Сау болыңыздар.